Септік категория склонения. Септік жалғауы сөз бен сөздің арасын байланыстырып, оларды өзара қарым-қатынасқа түсіреді. Қазақ тілінде 7 септік бар. Образование падежных форм имен существительных осуществляется с помощью падежных окончаний. В казахском языке имеется 7 падежных форм. Атау – именительный, ко мне, кто что. Элек – родительный, кімнің, ненің, чей, чья, чье, кого, чего. Нын, нін, дын, дін, тын, тін. Парус – дательно-направительный, кімге, неге, қайда. Ғаге, қаке, на, не. Табыс – винительный, кімді, нені, кого, что. Н, д, т, н. Жатыс – местный, кімде, неде, қайда, қашан. У кого, в ком, у чего, в чем, на чем, где, когда. Да, де, та, те, нда, нде. Шығыс – исходный, кімнен, неден, қайдан. От кого, у кого, от чего, из чего, откуда. Дан, ден, тан, тен, нан, нен. Көмектес – творительный, кімнен, неден, қалай. С кем, с чем, как. Мен, менен, бен, бенен, пен, пенен. Элек септік – родительный падеж. Соңғы дыбыс – жуан. Дауысты – үнді, н, н. Нын – бала, нын. Ұян – з, ж. Үнді – л и краткая у. Дын – қағаз, дын. Қатан – ұян, б, в, г, д. Тын – ат, тын. Жіңішке – дауысты – үнді, м, н, нін. Әке, нін. Ян – з, ж. Үнді – л и краткая у. Дін – елдің. Қатан – ұян, б, в, г, д. Тін – студент, тін. Парус септік – дательно-направительный падеж. Соңғы дыбыс – жуан. Дауысты – үнді, ұян, з, ж. Ға – бала, ға. Қатан – ұян, б, в, г, д. Қа – атқа. Бірінші, екінші жақ тәуелдік жалғауы. А – бала, ма. Үшінші жақ тәуелдік жалғауы. На – баласы, на. Жіңішке – дауысты, үнді, ұян, з, ж. Ге – әке, ге. Қатан – ұян, б, в, г, д. Ке – студент, ке. Бірінші, екінші жақ тәуелдік жалғауы. Е – әке, ме. Үшінші жақ тәуелдік жалғауы. Не – әкесі, не. Табыс септік – винительный падеж. Соңғы дыбыс – жуан. Дауысты – н, бала, н. Үнді – ұян, з, ж. Д – қағаз, д. Қатан – ұян, б, в, г, д. Т – ат, т. Үшінші жақ тәуелдік жалғауы. Н – баласын. Жіңішке – дауысты – н, әке, н. Үнді – ұян, з, ж. Д – елді. Қатан – ұян, б, в, г, д. Т – студент, т. Үшінші жақ тәуелдік жалғауы. Н – әкесін. Жатыс септік – местный падеж. Соңғы дыбыс – жуан. Дауысты – үнді, ұян, з, ж. Да – қағаз, да.
Катан, ұян, б, в, г, д, та, ат, та. Үшінші жақ тәуелдік жалғауы. Ында, баласында. Жіңішке дауысты үнді ұян, з, ж, де, елде. Катан, ұян, б, в, г, д, те, студент, те. Үшінші жақ тәуелдік жалғауы. Інде, әкесінде. Шығыс септік, исходный падеж. Соңғы дыбыс. Жуан, дауысты, ұян, з, ж, үнді, р, л, и краткая у, дан, қағаз, дан. Үнді, м, н, н. Үшінші жақ тәуелдік жалғауы. Нан, ағам, нан. Қатан, ұян, б, в, г, д, тан, ат, тан. Жіңішке дауысты ұян, з, ж, үнді, р, л, и краткая у, ден, ел, ден. Үнді, м, н, н. Үшінші жақ тәуелдік жалғауы. Нен, әкем, нен. Қатан, ұян, б, в, г, д, тен, студент, тен. Көмектес септік, творительный падеж. Соңғы дыбыс. Жуан, жіңішке дауысты үнді, мен, менен, ел, мен. Ұян, з, ж, бен, бенен, қағаз, бен. Қатан, ұян, б, в, г, д, пен, пенен, студент, пен.